Барлықтарыңа сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгін бізге сигнал беретін екі момент бар. Соны мен эксперимент ретінде тексеріп көретін боламын. 5.000 теңгеге емес, даже мен 50.000 теңгеге рискованный сделка ашатын боламын. Қысқасы, жалпы бізде бар бинома бот. Оны мен көріпсіңдер, то есть бұл бот бағаны қайда кететінін сигнал ретінде айта алады. Бұны желательно қосымша ретінде қолдану керек. То есть сен анализің бойынша баға астыға бару керек, еще бинома астыға десе, бинома бот, то это здорово. Бұны тексереміз. Екінші момент бұл бізде investing.com. Мына жерде тоже осындай бір сигнал болады. Мына сайтқа кіріп сендер теханализ деген жерге өтесіңдер. Теханализді скользящий средний басқан кезде осындай бір окошко ашылады. Егер де бәрі продавать болып тұрса, сделканы астыға ашамыз. Бәрі покупать болып тұрса, сделканы жоғары ашамыз деген момент бар. Енді қысқасы, давайте былай жасайық қазір. Алдымен айтпақшы бинома бот, оны қалай жүктеу керек? Мен жалпы Google-ға жаза салған болатын бинома бот деп бірінші сайт шықты, содан кіре салдым. Походу мына сайт, я точно не помню. Но сендер мысалы үшін бинома ботты жүктеген кезде бұл расширение ретінде кетеді. Мысалы үшін доллар деген басасыңдар, ол расширение дегеніміз ол мынандай момент болады ғой, то что VPN бар, неше түрлі бір расширениялар, MetaMask бар, сол сияқты бинома ботта осы именно браузердің ішіне жүктеледі. Солай ол автоматически мына жерде пайда болады. Оны басқаша қосудың керек жоқ, просто скачал, все, ол сенде мына жерден шыға келеді өзі. Сонымен кеттік. Евро МХН дейді, так қарайық. Бір сағат таймфреймда бізде жалпы евро USD продавать дейді полностью. Давайте өтейік 30 минутқа. 30 минутта евро USD тоже продавать деп тұр. То есть бәрі продавать деп тұр. Давайте 5 минутты көре салайық. 5 минутта евро USD, ну 50 на 50. 15 минутта евро USD көп жағдайда продавать деп тұр. Сонымен біз сделканы егер де қазір 15 минутқа ашатын болсақ, евро USD. Давайте старт трейдинг кнопкасын басайық. То есть ол бізге жоғары деп тұр почему-то. То есть екеуі бір-бірінен келіспей тұр, но все-таки тағы да бір рет қарай салайын моментті. Ол қатты жоғары кетіп жатыр, поэтому скорее всего бізге жоғары деп айтып тұр. Стопты басамыз. Дальше идем проверять. USD GPI барлығы продавать. Бір сағатта USD GPI қайда? Барлығы продавать. Енді бинома ботты тағы да бір рет қосайық та, мына жерге жазайық USD GPI. USD GPI 15 минутқа старт трейдинг. Ол астыға деп тұр, наконец-то. То есть екеуі бірдей шығып тұр бізге. Жазайық USD GPI. Японская иена. В принципе, бәрі бізде астыға кетіп жатыр. 15 минут сделканы ашамыз астыға деп. Давайте көрейік не болатын. Хотя менің ойымша мынау да жоғары кетіп қалатын сияқты, потому что да, мына жерде бізде ордер блок бар екен, то есть ордер блокқа дейін төмен кетеді ау деген тағы да бір ой бар, но будем смотреть и наблюдать. Короче, не айта аламын. В принципе, ақырын төмен кетіп жатыр. Бізде әлі уақыт бар, то есть 16 минут бар бізде. Пока результаты шыққанша, достар, давайте сендерге бір момент бар. Біздің YouTube каналдағы видеоның астында биноманың сілтемесі бар, және біздің Telegram каналдың курстың сілтемелері бар. Әрқайсына өтіп тіркеліп қойыңыздар. Telegram канал жайлы айтатын болсақ, достар, сендерге біз осылай евро USD 23-15 вверх вниз деп сендерге сигнал беретін боламыз. Сендер қайталап ақша таба аласыңдар. То есть, мысалы үшін евро USD 19.00 жоғары десем, болды, сендер мына жерден евро USD валютный парасын ашасыңдар. 19.00 таңдайсыңдар, сделканы жоғары деп ашасыңдар. То есть сигнал бізде өте оңай. Жаңағы көрсеткен Telegram каналының сілтемесі міне тұр. Байқағаным бойынша стратегия рабочая, да, қараңдаршы. То есть бот бізге баға астыға кетеді, investing.com тоже астыға кетеді, и ол действительно астыға кетті. В принципе, егер сендер подписка жасап поддержка беретін болсаңдар, посмотри, еще какая-то супер волатильность послады. Ох, ё-моё, что происходит? Мәссаған. Не болып кетті? Скорее всего, бір жаңалық шықты, жаңалықтың арқасында бір осындай бір движение пайда болды. Қысқасы, достар, давайте каналға тіркеліп қойыңдар. Мен сендерге тағы да бір керемет фишкаларды, стратегияларды көрсететін боламын. Көріскенше.